Енді біздің жаңа айттық, біздің аталарымыздың жеткен жетістіктері, мысалы темір қорытудағы жеткен жетістіктері, олардың өзі бір шан төбе. Мынау біздің аталарымыз темірді, металды қалай қорытқан? Олар үрлеу әдісімен, екі жылқының терісінен жаңа үрлеу мес дейді, сондай не алады да, желімен үрлейді. Сол кезде жаңағы металдарыңыз балқып түсіп қалады. Өйткені олар доменный пеште деген жоқ қой кезде. Сол үрлеу әдісіменен тастан жаңағы не жасайды, рудан салатын, содан ағатын қып желі жасайды. Содан рудаға жаңағы отты жағып, көмірді жағып еріткен кезде жаңағы балқыған металл ағып түсіп, соның төмен жағында тастан леген сияқты жасап қояды да, сол металл ағып түседі, шлактар қалып қалады. Енді Гумилевтің айтуы бойынша Алтай тауларында олар түріктер металл қорытқан кезде соның қалдықтары әлі күнге дейін мыңдаған тонна әлі күнге дейін жатыр дейді. Біздер Алтай тауында металдың неше түрлерін қорытып, біздің аталарымыз мына Еуропа мен Азияны қалай жаулап алды. Өйткені біздің аталарымыздың қолында мал көп болды. Жылқы малы кімде көп болады? Солар қазіргі танкі мен машина ғой. Сол заманның аты. Ат жылқы көп болған, неше түрлі жүйрік жылқылар, неше аттардың, жылқылардың неше түрлерін қолмен будандастырып шығарған біздің аталарымыз түйені қолға үйреткен, жүгін тиеп алып арбада болған. Енді арбаны да біздің аталарымыз ойлап тапқан. Якорьды да, іліңгірді де біздің аталарымыз ойлап тапқан. Естеріңізден сала кетейік. Өйткені біздің аталарымыз ғылым білім саласында жеткен жетістіктері ұшан теңіз. Содан біздің аталарымыз темір қорытып, оның қару-жарағы темірден, темірге әртүрлі нәрселерді қосып, шойынмен шөгіндеп жүрген шойын ғой. Болат, сталь деп отырғаны болат. Сол әртүрлі қоспаларды қосып, мына біздің тайқазан соның бір бөлігі. 2000 жыл бұрын құрылған тайқазанның технологиясын қазіргі ғылым жетістік жеткенімен соны таба алмай отыр. Сол тайқазанның кішкентай көшірмесі біздің Бәйдібек бабаның қазаны. Қазір Балғабек Қыдырбай Дулатбек бауырымыздың үйінде тұр. Ошағымен құйылған бір қойдың етін сиятын қазан. Ол да 2000 жыл бұрын құйылған қазан. Біздің аталарымыз сондай металл қорытуда, темір қорытуда, металлургия саласында өте үлкен жетістіктерге жеткен. Оның дәлелі біздің аталарымыз сол жасаған жасаулары, алтыннан жасаған бұйымдар, алтын адамның киіміндегі сондай алтын адамның неше түрлері болған. Ерімтажда бір 50-60-тай алтын адамдар тығылып тұр. Солардың бәрі біздің аталарымыз жасаған бұйымдар. Бүкіл дүниежүзінің мұражайларында біздің алтын мен күмістен зергерлік бұйымдары толып тұр. Соның бәрі аңдық стильде жасалған. Аңдық стильде жасаған түріктер, оның ішінде алдыңғы сағында отырған қазақтар болған. Соны ұмытпайық ағайын. Біздің тарихымыз өте тереңде. Біз өз тарихымызды білетін кез келді. Біз осы мына кітабымызда соның көбісін жаздық. Бәрін қамтымасақ та, енді бұның арғы жағында жалғасы бар. Геродот не айтты, Тацит не айтты, Плиний не айтты. Біз қаржы сол кітапты да шығарамыз жарыққа. Енді Шыңғыс хан туралы да кітап жазып жатқан жайымыз бар. Енді біз Бәйдібек бабаның кітабын жаздық. Қазақтың Қарасай батыры деген 1600 жыл қазақтың тарихын жаздық. Енді Алла бұйыртса, денсаулық берсе, біздің бауырларымыз біздің кітапты алып бізге көмек берсе, біз тарихты жаза береміз. Қазақтың 3,5 жылдық тарихы орнына келмейінше біз тоқтамаймыз. Енді ар жағындағы тарихты мен айтамын деп айта алмаймын, бірақ біздің қазақтың 3,5 жыл тарихының өзі жеткілікті болып тұр.